Табысынан айырылған 1,5 миллионға жуық адам, 1,5 миллионнан аса адам мемлекеттік көмекке үміттене алады. Тек Алматы қаласы бойынша кәсіпорындарда жұмыс істейтін 266 мыңға жуық адам жұмысынан қысқарыпты. Осындай мәлімдемемен президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев төтенше жағдайларға байланысты ұлттық комиссия отырысында мәлімдеме жасады. Төтенше жағдай кезінде табысынан айырылған адамдарға ай сайынғы төлемдерді төлеуді тапсырамын деді. Төлем сомасы бір төменгі жалақы мөлшерлемесінде болады. Бір төменгі жалақы мөлшерлемесі дегеніміз біздің мемлекетімізде 42.500 теңге. Керек болған жағдайда бұл соманы қайта есептеуге, көбейтуге біздің барлық мүмкіншілігіміз, барлық резервтарымыз жеткілікті деді президент мырза. Осы тапсырманы ұтымды әрі анық механизмін ойластыруды ұлттық комиссияға тапсырды президентіміз. Ал нақты көмекті кім алатындығын оны аймақтық штаб пен Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы бірлесе отырып анықтайтын болды. Яғни кімдер нақты бұл көмектен үміттенеді, көмекті алады. Солар жаңағы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен аймақтық штаб анықтайтын болды. Сонымен қоса, елбасы президентіміздің бизнеске және оның ішінде шағын және орта бизнеске неткен тапсырмасы ол адамдарды жұмыстан қысқартпау, жұмыс орнын сақтау бойынша барлық шараларды, мүмкіндіктерді пайдалануды тапсырды. Енді егерде өзіміздің президентіміздің сөзімен айтатын болсақ, қазір бұл адамдар үшін өте маңызды. Сіздің жұмыс орныңыз бар екенін түсіну біздің азаматтарға қазіргі сәтте қиындықтарға төтеп беруге көмектеседі. Мен мемлекеттік комиссияға Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп жұмыс берушілерді, яғни кәсіпкерлерді, әсіресе шағын және орта бизнесті қолдау үшін шаралар кешенін әзірлеуді тапсырамын. Сонымен қатар көп балалы отбасыларға, мүмкіндігі шектеулі жандарға, халықтың әлеуметтік әлсіз топтарына ақысыз азық-түлік жиынтығын тұрақты негізде беру керек. Жиынтықтар негізінен отандық өнімдерден тұруы керек деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Яғни жаңағы көп балалы аналар, отбасылар, мүмкіндігі шектеулі жандар, халықтың әлеуметтік әлсіз топтарына ақысыз негізде азық-түлік жиынтығын тұрақты түрде беріп тұруды тапсырды. Жиынтық әрине шетелден енген емес, өзіміздің ұлттық, өзімізде өндірілетін өнімдер қатарынан болу керек. Енді ол өзімізде Қазақстанда жасалынған деп жаңағы айтылатын өнімдер. Енді жаңа жоғарыда айтып өткенімдей, мемлекеттік көмек кімге берілетіндігі, тізімі қалай жасалынып жатыр, кімге берілетін болды, ол туралы нақты ақпаратты мен алдағы уақытта тағы бөлек видеода беретін боламын. Егер де қандай да бір жағдайлар, қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырыңыздар, сұрақтарыңызға толық жауап беруге тырысамын. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Осы сұраққа байланысты алдағы уақытта барлық ақпаратты сіздерге нақты дер кезінде түсінікті етіп беріп отыратын боламын. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода жолыққанша.